құрметті оқушылар, менің аты жөнім Жамбулова Назым Жайлауқызы. Мен Ескелді ауданы Жұматай Жақыпбаев атындағы орта мектебінің математика пәні мұғалімімін. Оқушылар, біз ондық бөлшектерді өтіп жатырмыз. Қане қайталап жіберейікші. Ондық бөлшек дегеніміз не? Жай бөлшектер немесе аралас сандарды ондық бөлшекке қалай айналдырамыз? Немесе ондық бөлшектерді қалай салыстырамыз? Жақсы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын тауып көріңіздерші. Дұрыс айтасыздар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ондық бөлшектерді қосу және азайту. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ондық бөлшектерді қосып азайтуды үйрену және соны баған бойынша есептеуді үйрену. Бірінші мысалды қарастырсақ, 2,45 және 5,255 ондық бөлшектерінің қосындысының мәнін табайық. Бізге ең бірінші белгілі тәсіл ол ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырып барып қосындыны орындау. Яғни, енді осы есепті баған түрінше есептеп көрейік. Баған түрімен қосу үшін ең алдымен үтірден кейінгі цифрлар санын теңестіріп аламыз. Жетпейтін санның орнына 0 санын тіркеп жазамыз. Сол кезде бізде 2,450-ге 5,255 санын қосамыз. Сол кезде шығатыны 0-ге 5-ті қоссақ 5, 5-ке 5-ті қоссақ 11 ойда, 4-ке 2-ні қоссақ 6, ойдағы 1-мен 7, 2-ге 5-ті қоссақ 7, үтірдің астына үтір түседі. Сол кезде шыққан мән 7,705. Ал енді осы есепті кері амал арқылы тексеріп көрейік, яғни азайтамыз. 7,705 санынан 5,205 санын азайтамыз. Сол кезде бізде шыққан мән 2,450 немесе 2,145. Сіздерге тапсырма, мына екі есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Ал енді жауабымызбен тексеріп көрейік. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, сіздер білесіздер ма? Ондық бөлшектің үтірдің пайда болу тарихы қайдан шыққан? Ең алдымен 15 ғасырда Самарқан қаласында тұрған математик астролог Масуд Аль-Каши арифметика кілт атты еңбегінде ондық бөлшек туралы жазып кеткен екен. Ол еңбегінде ондық бөлшекті сызықша арқылы немесе бөлшек бөлігін қызыл сия арқылы бөліп көрсетуді жазып кеткен екен. Сіздер білесіздер ма? Қосу мен азайтудың барлық қасиеті ондық бөлшектерді қосу мен азайтуда да сақталады екен. Яғни ол бірінші қосудың ауыстырымдылық қасиеті, екінші қосудың терімділік қасиеті, үшінші қосындыдан санды азайту қасиеті, немесе саннан қосындыны азайту қасиеттері. Сіздерге келесі тапсырма оқулықтағы 792-ші есепті орындайық. Бұл жерде есепте азайтудың қасиеттерін пайдаланып тиімді тәсілмен есепте дейді. Бұл есепті шығару үшін біз ең алдымен ондық бөлшектердегі қосудың қасиетін пайдаланамыз, яғни терімділік қасиеті. Екінші, ондық бөлшекті ондық бөлшектен азайтып, шыққан ондық бөлшегімізден ондық бөлшекті қосады екенбіз. Ал тексеріп көрейік жауабын. Жақсы, жауабы 11,4-ке тең. Өте тамаша, балалар, жауаптарыңыз дұрыс. Келесі тапсырма сіздерде оқулықтағы 810-ші есеп. Яғни бұл есепте бізде теңдеу берілген екен. Теңдеуді шешу үшін ең алдымен арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесін пайдаланамыз. Екінші, белгісіз айнымалыны табамыз.
Соңында ең теңдеу шешімін керамалдар арқылы тексеріп, шыққан мәнімізді орнына қойып тексереді екенбіз. Ал есебіміздің мәнін тексеріп көрейік. Өте жақсы, есебіміздің мәні 83,95-ге тең екен. Жауабымызды салыстырып көрейік. Жауаптарымыз дұрыс. Балалар, сіздерге қызық тапсырма. Мына үшбұрыштағы белгісіз x-тің мәнін тауып көріңіздер. Яғни бұл жерде сандарымыз белгілі бір заңдылықпен орналасқан екен. Ал тексерек жауабын. Яғни 2 мен 4 сандарын көбейтіндісі 8-ге тең, 4 және 3 сандарын көбейтіндісі 12-ге тең, 8 және іздерінді санымыз 12-ні көбейтіндісі 96-ға тең. Біздің іздерінді санымыз 12. Өте жақсы, тамаша. Балалар, сіздер білесіздер ма? Кенгуру неше метр биіктікке секіретінін? Сол жауапты біз блок схемада берген есепті шешу арқылы тауып көрейік. Жауаптарымызды салыстырайық. 2,131-ге 8,169-ды қоссақ неше шығады екен? 11, дұрыс. Осы 11-ден 1,176-ны азайтсақ неше шығады екен? 9,124. Жақсы, 9,124 9,134-тен кіші болып табылады екен. Яғни я деген жауап арқылы біздің есебіміздің мәні шығады екен. Сонда біздің жауабымыз 3. Яғни кенгурумыз біздің 3 метр биіктікке секіре алады екен. Жауаптарыңыз өте дұрыс. Балалар, сіздер бүгінгі сабақтан не түсіндіңіздер? Яғни бірінші, ондық бөлшектерді қосып азайту үшін бөлшектердегі үтірден кейінгі цифрлар санын теңестіріп алады екенбіз. Екінші, ондағы аттас разрядтар бірінің астына бірі тұратындай етіп, үтірдің астына үтір келетіндей етіп жазып, разрядтары бойынша қосып азайтады екенбіз. Және ең соңында шыққан мәнде үтірдің астына үтірді түсіріп жазады екенбіз. Тақырып түсінікті болса, сіздерге өздік жұмыс тапсырмасы. Өздік жұмысымызды тексеріп, салыстырып көрейік. Ал балалар, менен сұрақ, сіздерден жауап. Бірінші, ондық бөлшектерді қалай қосамыз? Немесе ондық бөлшектерді қалай азайтамыз? Ондық бөлшектерді қосу мен азайтудың қандай қасиеттерін білесіздер? Және 2,5, 3,5 сандарының қосындысының мәні неге тең? 10,5 және 8,5 сандарының айырмасының мәні неге тең? Қане жауаптарымызды салыстырайық. Өте жақсы. Сіздер білесіздер ма? Қазірде бізде қолданып жүрген ондық бөлшектегі үтірімізді ең алғаш Шотландия математигі Джон Неппер мен Йоган Кеплер енгізген екен. Сіздерден мен сабағым қалай сіздерге түсінікті болғаны жайлы хат күтемін. Сіздерге үйге тапсырма 39-шы беттегі 780-781 тапсырмаларды орындап келіңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.